Ата-ана деген бұл ана баланың басындағы тәжісі екен, алтын тәж екен. Ол тәжді тек қана ата-анасы жоқ адам ғана көрер екен. Үйге келатқанымда, ол да Алланың рахматыменен, ол да мақтанышпен айтып жатқан жоқпын. Ол бір қуаныш еді. Анама бір қымыз алайын, қымыр алайын. Банан жейді ма деп алғанымда, ата-анасы жоқ жанындағы балдар қызғанышпен қарайтын еді. Сәке қандай бақыттысың, ата-анаға сен қымыз апара жатсың, біз апара алмаймыз дейтін еді. Мен бүгін сол тәжімден айырылып, сондай адамдар қызғанышпен қарай тұрған амалымнан айырғанда қайғырып отырмын. Бірақ ата-анасы барлар бұны ескеру керек. Кеткеннен кейін мың айтқанманан оның пайдасы жоқ. Пайғамбар